Алдағы 5 жылда елімізде күн және жел электр станцияларының өндірісі жолға қойылады. Ал 10 жылда жаңа атом станциясы салынуы ықтимал. Ол аз десеңіз, біздің ел Беларусияға электр қуатын экспорттауды көздеп отыр. Тақырыпты Жанболат Серікбай жалғастырады. 5 жылда энергетика саласына Қазақстан 5 миллиард доллар көлемінде инвестиция құймақ. Нәтижесінде қуат өндірісі 84 миллиардтан 105 миллиард киловатт сағатқа дейін ұлғаяды. Осылай деп құлашын кеңге сермеп, орысша орағатқан вице-премьер Әсет Исекешевтен соң Ұлыбритания елшісі сөз алды. Алғы сөзін адам алдымен ана тілінен қуат алуы тиіс деп бастаған дипломат қазақ жеріндегі форумда бірінші болып қазақша сөз саптады. Вчера господин премьер-министр Масимов свободно выступил с речью в моем родном языке, английский. Сегодня я буду стараться говорить на казахском языке. Құрметті ханымдар мен мырзалар, Қазанжи форумының екінші күніне қош келдіңіздер дегім келеді. Бүгінгі күн атом энергиясының сабағы мен жаңғыртымды энергия көздеріне арналды. Қазатом өндіріс ұлттық компаниясы алынатын уран көлемін жылына 30 мың тоннаға дейін жеткізуге даяр. Алдағы жылдары атом станциясы салынуы ықтимал. Ескіріп тозған желідегі қуат шығынын 4-5%-ға дейін төмендету көзделді. 2015 жылы ішкі сұраныс 100 миллиард киловатт межесінде болса, бізде 5 миллиард киловатт сағатқа көп өндірілмек. Более того, у нас есть заявки со стороны белорусских коллег. Оның үстіне Беларусия тарабы Ресей арқылы 300 мегаваттқа дейін электр қуатын алуға тапсырыс беріп отыр. Сондай-ақ Орта Азиядағы жобаларда да нақты инвестициялық жоспарларымыз бар. Сондай-ақ 2015 жылға дейін жел және күн энергиясы станцияларының өндірісі өзімізде қолға алынады. Оған қажетті мамандар даярлау ісінде ілгерілеу бар. Форум аясында осы саланың озық ошақтарымен уағдаластыққа қол жетті. Зерттеу институттарымен араласуымыз керек. Мен бүгін меморандумға қол қойдым. Германиядан келген профессорлар енді өздерінің білімдерін бізбен алмасуға келісіп отырмыз. Олар специалистер бізге келіп, біздің балаларымыз Германияға барып, тағы біліммен алмасты, білімдерді. Экономикалық шара назарынан экологиялық мәселелерде тыс қалмады. Жаңа толқын жастар форум өтті. Жанболат Серікбай, Нұржан Махмутов, Астана телеарнасы.